Бүгін Раббиул Аввал айына кірдік. 30 ноябрь Маулид түні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: ким бұл айдың башталғанынан башқаларға хабарлап жеткірсе, ушул айдың башталғанын башқаларға хабар берсеңіздер, қияматқа чейин Аллах бейішіне киргизиш үчүн сіздерге дуа кылам деп саллаллаху алейхи вассалам айтып өткөн. Жеткириңиздер, урматтуу туугандар. 30 ноябрь Маулид түнү пайгамбарыбыз башталган бул айдын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай мәуліт жайында да, сонымен қатар тағы да бір хабар жүр ғой. Пайғамбарымыз Рамазан айын кімдегі малдың ала жаңағыдай уақытын айтып сүйіншілейтін болса, тағы да сондай жәннаттық болады, жәннатпен сүйіншілейді деген сияқты, күнәлары кешіріледі деген сияқты ойдан айтылып жүрген хадистер айтады неше түрлі. Оның барлығы ондай хадис жоқ, ондайға сенбеңіздер. Рахмет.